Кішкентай, бесформада көптірді. QG Лига Б дивизионы сенімдеміз, құрметті көрермен. Матчтың бас төрешісі Нұрбек Қарасай ысқырық шалып отыр. Кездесу басталды. Нұрбек Қарасайдың жалпы қапеген үміттеміз. Оң қанатқа пас. Шабуыл жалғасады. Тамаша соққы. Міне Жайықтың бүгінгі матчтағы алғашқы қауіпті шабуылын көрдік. Супьян Хасанов міне оң аяғын аңғайлап алды да алыс бұрышты көздеп көрген еді. Жақсы өткізді деп қорытынды шығаруға болады, себебі біз 89 нөмірлі футболшының есімін өте жиі атадық. Міне қараңыздар, қысқа пастарды бір-біріне өте әдемі жеткізіп берді, бірақ міне мүмкіндік бар еді ғой. Шабуылды түйіндейтін. Алғашқы таймда 2-1 футболшыға сары қағаз көрсеткен. Сол қапталдан ашылған қазір 7 нөмірлі футболшы. Әзірше ондай шешім қабылдаған жоқ. Шамасы 2 таймда бірақ шөлбасар болатын секілді. Ері күн салқындаса, қандай сәт, қазір соққы және гол! Жайық 64 минутта есеп ашты. Гол авторы Рами Жақсылық, құрметті көрермен, ұрымтал сәтте тиісті. Шабуылды қайталап көрейік. Міне алғашқы соққы бағанаға тиіп кейін серпілген. Бұл жерде гол соғудан көрі гол соқпау қиын еді, шыны керек. Рами Жақсылық үшін 7 нөмірлі ойыншы. Міне оң қаптал венгері кездесуде есеп ашты. 0-1 өтістік футболшысы бар. Бұл жақта әрине Әлзайыр Райс есепті теңестіріп кетуі мүмкін. Қазір қорғаушы қайтарды. Әлзайырдың пасы, алыстан бағытталған соққы. Доп қақпаға емес. Өте жақсы пас. Жайық қазір 2-ші гол салып кетуі мүмкін. Қақпа сызығын көлбей ұшқан доп оң қанатқа келді. Сол аяқпен өйлете пас шығарды және ой. Сәл үзіліс аса көп бола қойған жоқ. Қарымта жылдам шабуылға Жайық командасы аттанып барады. 4-2 шығып тұр. Аяқтың сыртымен берілген Тривелла пас және матчтың нүктесі қойылама деп ойлаған едік, бірақ оңға қарай қалдырды. Побережный Алексей және кездесу аяқталды. Қадірлі көрермен, Б дивизионындағы 15-ші тур матч.